Біз Қазақстан, қазақтың жері мына кеңдігінен әлем бойынша 9-шы орын алады екен, кеңдігінен. Іш тарлықтан 1-ші орын алады екенбіз біздер. Расымен бар ғой, біз ішіміз тар екен ғой, страшный бар ғой. Біз көре алмайтын халық екенбіз. Баяғыда көре алмайтын едік. Қазір уже сөйлей алмаймыз. Біреу туралы мақтағымызды айта алмаймыз да, аузымыз бармайды оны бар ғой. Біз қазір ести алмаймыз уже. Біреуді мақтап атса, қашып кеткің келіп тұрады, құрсыншы өтірік мақтап атыр ана деп. Біз қазір жүре алмайтын болып қалдық қой. Ана жерге жүр, жаяу барайық десе, машина келсін де күтейік дейміз де уже. Біз жүре алмай қалдық. Біз қазір отыра алмай қалдық қой уже. Bir жерде отырсақ 15 минут уже ішіміз пісіп кететін болып кетті уже бар ғой. Не істеп отырық мына жерде, кетейікші уже, надо кел уже бар ғой. Қайта келмей ма еді осы жерде. Уже күте алмаймыз бар ғой біз. Өйткені біз қазақпыз ғой. Осы сөз бар да, қазақпыз ғой деген сөз. Біздің қазіргі пропускіге айналды ғой. Бүкіл жерде қолданатын сөзіміз қазақпыз ғой дейміз. Гаи ұстап алса да айтамыз ғой. Шаруасы жоқ бұл жерде ол сөздің бар ғой. Жүгіріп барамыз, қазақпыз ғой, брат, жібере салсайшы жерде. Bir жерге бір печат соғуға барсаң да қазақпыз ғой енді, бір қоя салшы осы печатын дейміз. Как будто Қазақстанда 4 қазақ тұрып отырған секілді бар ғой. Бір басқа біреудің елінде тұрып отырған секілдісің бар ғой бір. Басқа біреудің елінде жүрген сияқты қазақпыз ғой деп, сосын анау айтатын секілді бүйтті жаңағы. Мә, осы жақта бір тағы бір 2 қазақ бар деп еді, менен басқа. Сол сіздер екен ғой деген секілді. Жоқ, қазақпыз ғой енді, бәріміз қазақпыз ғой. Жаңа адамна концерттің алдында бір-екі кішкісі кешігіп келіп жатыр да, ана қыздарға айтады: "Ен кіргізсеңдерші енді қазақпыз ғой" дейді. Жоқ, біздің концертімізге басқа ұлт келмейді никогда бар ғой. Тем более Қанаттың концертіне таза қазақтар отыр ол жерде бар ғой. Қазақпыз де, тағыбыз басқа деді бар ғой. Таза қазақтар мына залда отырған бар ғой енді. Біздің енді қазақпыз ғой деген сөз бізде ғана бар. Ешқашан естімейсің ғой, айтып тұрған бір-біріне орыспыз ғой деп тұрғанды ешқашан естімейсің да. Немесе неміспіз ғой деп тұрғанды көрмейсің. Тек біздер ғана қазақтар. Біздің қазақтың өзінің заңы бар ғой. Біздің біз заңды былай ысырып тастаймыз. Біздің өзіміздің заңымыз бар. Қазақпыз ғой деген. Қазақпыз ғой деген заңымыз бар. Любой жерге үй салып аламыз біздер конкретно. Төбесін жауып, новоселье істеп аламыз. Сосын акиматтан тағы бір жақтан адамдар келеді. Мына жерге үй салуға болмайтын еді ғой. Мына үстінен высоковольтный ток өтіп жатыр, астынан тұрып өтіп жатыр десе, біздің айтатын сөзіміз бар. Енді қазақпыз ғой, енді өз жерімізге сала алмаймыз ба дейміз. Ол ананың астында не бар, біздің шаруамыз жоқ. Өзіміздің заңымыз бар да, біздің қазақпыз ғой деген керемет. Сосын біз қазақтар ғана біз бүйтеміз. Садиктен баланы алып кетуге барған кезде бір басқа ұлттар сұрап жатады: "Что сегодня сделали? Что сегодня видела?" дейді. Біз қазақтар сұраймыз: "Не жедіңдер бүгін?" дейміз деп. Бір бала бір аш секілді бар ғой, бір садикке бір кәдімгі бір біз тамақ ішу үшін жіберетін секілдіміз. Не жедің дейді. Екінші күн барып сұрайсың: "Не жедің?" Үшінші күн барып сұрайсың: "Не жедің?" Төртінші күн ана бала өзі шығып тұрады: "Бүгін котлет пен макарон жедік" деп. Біздің қазақтың балдары содан кейін шығар деп ойлаймын да, никогда істегенін айтпайды, жегенін айтып жүреді да біз. Сосын мына қазіргі балдарды мен таңғалатын, тамақ ішкізген кезде қасық ұстап аламыз да артынан қуамыз да жүреміз. Енді бір қасық жеп қойшы болды, бір қасық жеп қойшы. Ана бала аузын жауып алып: "Жемеймін" деді. Ой, біз бала кезде соны армандадық қой былай қарасаң. Бізге сөйтіп тығып атса екен ғой деп. Біз ұрлап жейтінбіз ғой, түйшті. Біз кішкентайымызда ұрлап жейтінбіз ғой. Біз сөйтіп өстік бар ғой. Біз дастарханның үстіндегі бізде тек просто ғана қоя салатын. Қалған бәрін біз ұрлап жейтін. Сандықтың арттарын біз ашып қойып жейтінбіз бар ғой. До того степени сандықтарды, шифонерлердің артындағы шуруптарын бұрап алып қайтадан орнына салып қойған кезде заводтан өздері білмей қалатын деп, заводскойдер. Не деген кәдімгідей біздер мастер болдық бар ғой біздер. Біз қазақпыз ғой деген сөздің астарында жақсы нәрсесі бар екен. Біз қазақпыз деп бір-бірімізді көтеріп жүрік. Егер біз қазақпыз ғой деген болмағанда, ол да біз бәлкім дамуымыздың өзіне, осы сөздің өзі әсер етіп жатыр да, қазақпыз ғой деп ана жерден ананы алып кетеміз. Ойбай, қазақпыз ғой деп ананы алып кетеміз. Сен қазақсың ба? Даже қазақпыз ғой деп өзіміздің қазақ екенімізді есімізге түсіріп қоямыз даже бар ғой. Біз қазақ екенбіз ғой қазір. Иә, қазақ екенбіз ғой. Мына Европада неге кризис көп? Неге демонстрация? Көшеде улайды, шулайды да жатады әйтеуір. Өйткені олар өздерінен де бар. Бір үйді салама 100 жылға гарантиямен салып тастайды. 100 жылға. Сосын ана строительдер не істерін білмей жүреді. Шулап, не істейміз біз? Қайда бізге ақша деп. Біздің Қазақстанда молодцы, жұмыссыздықпен күресіп жатыр ғой бізде. Бізде бір үйді салып бола ма? Уже келесі жыл бізде капитальный ремонт басталып жатады уже. Бізде уже төбелер ұшып атады, шипырлар уже, есіктер құлап атады уже. Біз пока уже даже не то что салып бітпей уже. Соңғы подъездге келіп атағанда бізде бірінші подъездің есіктері құлап атады бізде.
Специально, чтобы аналар жұмыссыз жүрмесін, строительдер деп бар ғой. Аналардың бала шағасы бар ғой. Сөйтіп сондай качествомен саламыз да біздер. Кәм жұмыссыз болып қалмасын ешкім деп. Біз даже асфальт салған кезде жолдың өзінде де 100 километр жол салатын болсақ, тек біздерде Европада 20 жыл гарантия болса, біздер уже 50 мың километр жүргеннен кейін артында уже шоқалақтар пайда болып жатады уже бар ғой. Шұңқырлар пайда болып жатады. Екінші бригада уже тесік жамап жүреді, шұңқыр жамап уже бар. Не деген біз қазақтар ғана сондаймыз да. Бізде мысалы үшін әдейі жұмыссыз жүрмесін дейміз. Асфальт төсейміз біз бірінші қаланың ішінде, любой жерде. Содан кейін барып айтамыз: "Мә, мына наста тұрба салу керек екен ғой" дейміз. Өйткені біз қазақпыз ғой біз. Біз білеміз ананаста тұрба салып, бетіне асфальт төсеу керек екен. Чтобы жұмыс болсын дейміз да біз. Асфальтты алып тастаймыз, тұрба саламыз, темірден сықиып тұрып, бетін қайтадан жауып тастаймыз. Сосын бір білгіш келіп айтады: "Темір тұрба шіріп кетеді, пластиковый салу керек" дейді. Ой-бой дейміз, қайтадан алып тастаймыз. Асфальт бізге проблема жоқ бізде. Пластиковый саламыз, қайтадан жауып тастаймыз. Тағы бір айтады: "Металлопластик салу керек" дейді. Ту деп қайтадан алып тастайды, қайтадан салып тастайды. Машиналар бізде молодцы, уже асфальтқа үйренбеген, айналып объездноймен жүре береміз біздер жаңағыдай. Айналып біресе мына жаққа объезднойға шығамыз, біресе мына жаққа объезднойға шығамыз. Пока анау біткенде ана объездной, мына біткен мына объездной сөйтіп өтіп жатырмыз. Сондықтан да бүгін біз қазақпыз ғой, қолдап отырайық ағайындар.